Баршаңызға сәлем. Сіздермен дәрігер Дина Мұқатай. Арнаны жаңа көрермені болсаңыз, жаңа ақпараттарды жіберіп алмас үшін подписация батырмасын басып, каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Бүгінгі тақырыпта адам ағзасы шлаққа толған кезде қандай белгілер мазалайтыны жайында айтатын боламын. Қанша сағат ұйықтасаңыз да ұйқыңыз қанбай, шаршап, әлсіреп жүресіз бе? Соңғы уақыттарда тез арада көңіл күйіңіз түсіп, күйгелектене бастағаныңызды байқадыңыз ба? Сізді бет терісінің түсі алаңдатады ма? Онда осы видеоны аяғына дейін көріңіздер, себебі бұл жағдайлар ағзаны шлаққа толғанынан хабардар береді. Осыған байланысты ағзаны шлаққа толғанын мына белгілерден нақты анықтаймыз. Ағзаны шлаққа толғанының ең бірінші белгісі ауыздан жағымсыз иістің шығуы. Күніне тісіңізді қанша рет тазаласаңыз да ауыздағы жағымсыз иіс жоғалмайды. Мұндай жағдайда асқазан мен бауырды міндетті түрде тексертіңіз, терапевт пен гастроэнтерологтың кеңесін алыңыз. Келесі бір белгісі сізді жиі іш қату, яғни запор мазалайтын болады. Егер сіз тұрақты түрде үлкен дәретке бармайтын болсаңыз, онда сыртқа шығуы тиіс шлақ пен улы зат іште қалып қояды. Нәтижесінде тері бозарып, құрғап, қартаяды. Одан бөлек тәбетіңіз төмендеп, ұйқыңыз бұзылып, жиі шаршап жүресіз. Іш қату кезінде дұрыс тамақтануға көңіл бөлген жөн. Яғни көкөністер мен жемістерді, су мен сұйық тағамдарды жиі тұтыныңыз. Және әрқашанда қозғалыста болып, қимыл әрекет жасау керек. Ағзаңыздың шлаққа толғанының тағы бір белгісі артық салмақ. Токсиндердің ағзада жиналу нәтижесінде іштің май қабаты пайда болады. Артық салмақтан арылу үшін сіз калориясы төмен тағамдарды тұтынуға тырысасыз. Нәтижесінде дәрумендер мен минералды заттар ағзаға жеткілікті мөлшерде түспей, салдарынан ағза әлсіреп, шлаққа толады. Артық салмақтан арылу үшін үздіксіз спортпен айналысып, дұрыс тамақтануға көшкен жөн. Ағзаның шлаққа толғанының келесі бір белгісі теріде түрлі бөртпелер, қара дақтар пайда болады. Жалпы тері адамның айнасы. Яғни ішкі ағзалардың жайын осы тері арқылы байқауға болады. Сонымен қатар ағза шлаққа толған кезде организмде жиналған токсиндердің әсерінен кез келген иіске жүректің айнуы байқалады. Сонымен қатар ағза шлаққа толған кезде адамның иммунитеті нашарлап, көп ауыратын болады. Сол себепті ағзаны шлактан тазартып отырудың маңызы өте зор. Ағзаны шлактардан қалай тазартамыз деген сұраққа осы каналда арнайы видеолар түсірілген болатын. Соларды да қарап шығыңыздар. Бүгінгі берілген ақпарат сіздерге пайдалы болса, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта көптеген пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Келесі видеоның шығарылымында кездескенше.